Армысыздар. Менің атым Асқар Қайырбек Қайырлыұлы. Астана қаласының тұрғынымын. Менің туған елім Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Бірлестік ауылы. Мен бізді тоқырауға түсірген билік жайында айтқым келеді. Біз 30 жыл 200-ді билікке бағынып келдік. Қара басын ойлаған құзғындар билік басынан кеткісі жоқ. Халықтың кедейшілікке түсуі оларды ойландырмайды. Тоқаев, сен билікке келгендегі алғашқы жарлығыңмен Астана қаласын Нұр-Сұлтанға өзгерттің. Сен шетелге шыққан алғашқы сапарыңнан атом электростанциясын саламын деп келдің. Осы екі әрекетіңмен сен кім екеніңді көрсеттің. Саған халық керек емес екен. Бірақ саған не керегін өзің де білмейтін сияқтысың. Егер атом электростанциясын салатын болсақ, Экспоны неге жасадық? Миллиардтаған доллар қаржы жұмсадық. Осынша уақыт жасыл экономика деп неге шуладыңдар? Неге? Оған сенде жауап жоқ, өйткені сен Назарбаевтың арбасына жегілген өгізсің. Қазақстан азаматы ретінде сендердің жасанды сайлауларыңа қатыспаймын. Өз даусымды бермеймін. Бізге президенттік билік керек емес. Оның тұрпатын 30 жыл әбден көрсетті. Бізге өзгеріс керек. Дамыған елдердегідей парламенттік билік, премьер-министр керек. Ақылынан алжаса бастаған шалдар керек емес. Ел басқаруға жастар керек. Өйткені билік басындағы адам барлығымыздың тағдырымызға, ертеңгі райымызға жауапты. Ел мүддесін, қазақ мұқтажын алдыңғы санатқа қоятын, ер мінезі, табандылық көрсете білетін, басқа елдің жетегінде кетпейтін ер керек. Біз ұлттық тілімізден айырылып барамыз. Қазақ пен қазақ тілінің арасы тым алыстап кетті. Ұлт үшін бұл сұмдық жағдай. 2-3 жасар қазақ баласы орысша сөйлейді. Сәбилердің тілі орысша шығып жатыр. Жұмысқа тұру, көшедегі арақатынас тілі орыс тілі. Ал біздің руханиятымыз басқа елдердің қанжығасында кетті. Мысалы, қымыз немістерге кетті. Кигіз үйді қырғыздар патенттеп алды. Қазы-қартаны өзбектер патенттепті, тіпті күлкім келеді. Енді орыстар жеті қазынаның бірі құмай тазыны барымталап отыр. Сонша дабыр айтқан рухани жаңғыру да құр жазу мен көше келген бүркіттен басқа ештеңе жоқ. Жыл басында Астанадағы орталығында болдым. Рухани жаңғырудың орталығы шағын ғана кеңсеге орналасқан. Не заңдық статустары жоқ, не ақшасы, не бағдарламалары жоқ. Осынша уақыт рухани жаңғыру жеке кәсіпкерлердің жасаған еңбегіне мінгесіп, былайша айтқанда паразит болып отыр. Елді рухани жаңғыртқымыз келсе, қазақ тілін түбегейлі қайтару керек. Ол үшін интернет, теледидар, қазақша сөйлеу керек. Үкімет, ғылым, медицина, халыққа қызмет көрсету орындары, министрліктер, тағы басқалар түгелімен қазақша сөйлеу керек. Көшедегі жазулар да қазақша болуы шарт. Рухани жаңғырудағы бірінші қадам осы болу керек. Қазағым, сен біл, рухы мықты қуатты ел болғансың. Қытай қорыққанынан қорған соққан, орыстар боданың болған. Орыс тілінде қазақтың сөзі әлі де бар. Батыр богатырь, теңге деньги, боран буран, қазына казна. Айтайын дегенім, бізге ұлттық намысты ояту керек. Бізде ұлттық намыс жоқ. Егер ұлттық намысымыз болса, балаларымызды сәби күнінен 3 тіл үйретіп қорламас едік. Тілді баяғыда 30 жыл бұрын қалпына келтірер едік. Егер ұлттық намысымыз болса, оқушыларды шатастырып, керекті пәндерді, басқа тілдерді оқытпас едік. Ұлттық рухымыз мықты болса, қорғаныс деп келген Сайрагүл Сауытбайды мемлекет қорғанына алып азаматтық берер едік. Ұлттық рухымыз мықты болса, Шерікжан Біләш сияқты ұлт жанашырларын қамамас едік. Намысты болсақ, ұлтымызды көбейтіп отырған аналарымыз 4-5 баласымен көше кезіп кетпес еді. Тілі күштінің елі күшті. Жапон елі сияқты бізде де баланы 12 жасқа келгенше ана тілінде, яғни қазақ тілінде оқыту керек. Сонда ғана рухы мықты, жана жарқылдаған, елін сүйетін жақсы ұрпақ қалыптастырамыз. Осы уақытқа дейін орысша сөйлеген қазақтың айыбы жоқ, егер өзінің қазақ болмысын табуға ұмтылса. Бізде бағдарлама бар, 3 тұғырлы тіл деген. Осы 3 тұғырлы тіл деген не? Ол не мағына береді? Мақсаты не? Бұл сөзбен 3 тұғырдағы 3 тіл дегісі келді ме? Әлде 3 тіл білетін ел дегісі келді ме? Онда қазақ тілін білмейтін біру жазған ғой. Әйтпесе 3 тұғырлы тілдің мағынасы ол емес. Ошақтың да 3 бұты бар, бірақ қайнайтын қазан біреу ақ. Сол сияқты бұл жерде де сорлайтын 3 тұғырға мінген қазақ тілі болайын деп тұр. Салыстырмалы түрде айтсақ, біз қазір 2 тұғырда отырмыз. Ол орыс тілі мен қазақ тілі. Бүгінде таза қазақша сөйлейтін ешкім жоқ. Қытайдан келген қазақтар болмаса. Жергілікті қазақтың қатынас тілінде 15-20% орыс сөздер міндетті түрде жүреді. Осының салдарынан құнарлы сөзден айырылып тіліміз сұйылып барады. Бұл біздің ең асыл қазынамыз, тілімізді шұбарлау, қорлау. Қазақ тілі кетсе, қазақ ұлты жойылады. Енді бізге ағылшын тілін қосып, тағы бір тұғыр орнатып бермекші.
Тіл үйренуге қарсы емеспін, қазақ тілін шұбарлауға қарсымын. Әр нәрсе өз уақытында болу керек. Қазағым, оян. Әйтпесе дүбәра тобырға айналасың. Шерхан Мұртаза атамыз жылқының да, қасқырдың да, құстың да бір-ақ тілі бар. Екі тіл тек жыланда болады. Бізді жылан, елімізді ылан қыламыз дедіңдер ме деген еді. Ақиқаттың алдаспаны болған атамыз осылай шырылдаған. Біз енді үш тілді боламыз деп жыланнан дасып кеттік. Үндемей отыра берсек, бұған тоқтау жоқ. Қытай тілі басқаның тілі деп енгізе береді. Ал ұрпақ сенікі. Ойлан. Бір қуанғаным латын әрпіне ауысқанымыз еді. Бірақ бұл жерде де шикіліктен арылмай тұр. Басқасын айтпағанда ұлттық болмысымызға мүлде қатысы жоқ. Ұлттық санамызға кері әсерін беретін үш әріп әлі де жүр. Олар В, Ф, Ч әріптер. Қазақтың әдемі жатық тіліне бұл әріптердің мүлде қатысы жоқ. Біз кез келген сөзді қазақ тіліне бейімдей аламыз. Егер шамаларың жетпесе, Қытай жағынан келген қазақтардан сұраңдар. Олар орыстықтан ада, тілдері таза. Бұл да ұлттық намыстың әлсіздігі. Әйтпесе самаварды самауыр дегенбіз. Қазірде WhatsApp деп жүр ғой қазақтар. Ел тізгінін қолына аламын деушілерге айтарым, қазақ тілін отарлықтың бодауынан шығарыңдар. Ол үшін өздеріңнен бастаңдар. Әр қазақтың отарлық қарғы бауына айналған Ов, Ова, Ович деген тіркестерді тектеріңнен алып тастаңдар. Қазақы әдем аталарының атын қайтарыңдар. Бауыржан Момышұлы атамыз Сталиннің алдында да өзінің Момышұлы тегін түзетіп тұрып алған. Сөйтіп ұлы отан соғысының батыр атағынан қағылған. Атамызға қазақ ұлты мен әкесінің аты ардақты болды. Арының алдында ештеңеден тайсалған жоқ. Қазақтың осы рухы бәрімізден оянсын деп тілеймін. Мен Астананың өзгеруіне қарсымын. Қаланың Астана атын қайтарыңдар. Атом электростанциясын салуға қарсымын. Бірінші сыныптан 3 тіл үйретіп, ұрпақты дүбәра қылуға қарсымын. Айтарым осы. Арлы болайық, қазағым, оян.